мына отарлау саясатының қазақты іштей бөлу, біріне бірін қарсы қою, қазақ дегенді ұмыттыру, өзінің халқын, елін ұмыттыру, елі жоқ, отаны жоқ адамдай деңгейге жеткізу үшін Екатерина патша 1733 жылы Ресейге қазақ жерін қосуға қол қойғаннан кейінгі ең бірінші қазақтың мықты жерін зерттеңдер деген. Мықты жері балталасаң сынбайтын жері тіл екен деген. Тіл. Қазақтың бірлігін ұстап тұрған қазық тілі. Сондықтан да тілді бөлу үшін тілді орыс тілді қазақ, қазақ тілді қазақ деп екіге бөлу үшін барлық бүкіл отарлау саясатының ұлтсыздандыру саясаты содан басталған. Сондықтан да мына қазақтың қазіргі жастарының misal үшін орысша тілі шыққан айттым ғой және орысша тілі шыққан баланы атам десең қазақтың баласы. Көмекей тілі қысқа жуантып бір орган басқаша ғымен қына айта алмайды. Ал енді қазақтың тілінің артикуляциялық ерекшелігін қараңыз. Француздар, мен француз тілін оққан. Мысалы үшін ө дыбысы өріп дегендегі сол қалпында айтады француз тілінде. Жө деген я деген сөз. Енді ғ сол қалпында айтады. Олар Париж демейді, олар Пари дейді. Ғ, Пари. Ғ деген дыбыс француз бен қазақта. Сондықтан французда екінші қазақ дейді. Je parle, я говорю. Аң француз. Н дыбысын. Орыстарда носовой не работает деймін мен носовой проход. Олар енді с хвостиком дейді ғой. Сондықтан да қазақ тілдің артикуляциялық ерекшелігі қай тілде сөйлесең, сол тілде акцент сөйлеп үйренесің. Кереметі Қытай, Жапон, қай тіл болсын. Өйткені артикуляциялық. Енді мынадан ақ көріңдер. Орыста 10 дауысты дыбыс, орысша айтқанда гласные, а қазақта 20 дауысты дыбыс гласные. 10 дауысты дыбыс қандай, 20 дауысты дыбыс қандай. Орыста знак, әлгі мягкий знак бар ғой, ол дыбыс емес, это не буква, әшім буква, знак. Дыбыс емес ол. Сондықтан да, misal үшін алма, әлия, қалай бүкіл ауыз қуысының мүшелері дыбыс жасауға қатысады. Сондықтан да мен француз тілін оққанда жобалаған француз дегенде Барайықтың қызынан оққам. Я говорю на французском деген. Енді ағылшын тілі курсына бардым. Тілдік ерекшелікті зерттеу үшін, білу үшін. Ағылшын тілінің грамматикасы қазақ тілінің грамматикасындай. Бастауыш қазақ тілінде сөйлемнің басында тұрады. Ашық тұрса да мен келдім мен деп айтпайды. Мен келдім. Жасырын тұрса да сөйлемнің басында тұрады. Ағылшын тілінде де ашық тұрса да, жасырын тұрса да бастауыш сөйлемнің басында тұрады. Баяндауыш келдім дегендегі мен келдім дегенде баяндауыш бір бастауыш қой. Баяндауыш та қазақ тілінде де, ағылшын тілінде де сөйлемнің соңында тұрады. Көрдіңіз бе қандай үндестік? Бұл тілдің ең дамыған керемет тілдердің ерекшелігі. Сөйлем құрылысы, грамматикасы дұрыс. Ал енді орыстың тілінде замок десең немен ол? Құлып. Замок деген немене? Ғимарат, сарай. Екпін билеп тұрады. Екпін біресе бірінші буынға түседі, біресе соңғы буынға түседі, билеп тұрады. Ал қазақ тілінде, ағылшын тілінде екпін барлығы соңғы буынға түседі. Мені қараңыз, үндестікті. Сондықтан да жопығылан деген уақытта